Сәлем менің алтын YouTube көрермендерім. Бұл шығарылымда біз шаштараз қайшысын қалай дұрыс пайдалану керектігін, олармен қалай дұрыс жұмыс істеу керектігін, оларды қалай дұрыс қолымызда тастау керектігін, қандай күйде ұстау керектігін үйренетін боламыз, талдайтын боламыз. Демонстрациялау үшін мен Jaguar брендінің қайшысын қолданамын. Модель 5x5. Осы қайшымен аңғайлы 5x5 өлшемі ең оңтайлы қайшы болып табылады. Біріншіден, кез келген шебер үшін қалай бастау керек? Біз жүзік салатын саусағымызды қайшының мына деңгейіне саламыз. Содан кейін екі саусағымызды үстіне қоятын боламыз. Одан кейін ең кіші саусағымызды қайшының артқы бөлігіне қоямыз. Ал енді бас бармағымызды тек қана ұшына қоятын боламыз. Бірінші палангаға, екінші палангаға қоюдың қажеті жоқ. Тек ұшына ғана қолданамыз. Максимально түзу ұстаудың қажеті жоқ қайшыны. Өйткені максимально түзу ұстаған кезде қол дірілдейді. Сондықтан максимально түзу ұстамаймыз, кішкене қиғаштап ұстаймыз. Бас бармағымызды тек шығарып салу үшін тек ұшымен пайдаланамыз. Бірінші тапсырма үйренуіміз керек, ол басты мақсат астыңғы саусақты қимылдату. Мына үстіңгі беті қимылдамау керек. Астыңғы беті тек қана осыны қию арқылы қимылдауымыз керек. Сол кезде болғаннан соң қолды алып тастай аламыз, ұшында тұрған кезде. Осы бас бармақтың көмегімен. Өте қиын емес, тек қана бір тепте ғана астын қимылдату арқылы қолданамыз. Кез келген нәрсені үстіне қойып, тренироваться етіп жаттықтырсаңыз болады. Демек, сіз түзу ұстаған кезде қайшыны, қатты максимально түзу ұстаған кезінде қайшының дыбысы қатты шығып жатқан болса, демек, сіз дұрыс емес жасап жатсыз деген сөз. Өте нәзік ұстап, тек қана астыңғы бөлігін ғана қимылдатып, қолыңызды жаттықтыра аласыз. Осы моментте сіз стрижкаға тарақты қойып, тушевка жасап та үйрене аласыз ауаға. Солай сіз ауаға үйренген кезде, сізде автоматты түрде қолыңыз үйрене бастайды. Максимально 2 апта контроль жасап үйренген кезінде адамның қолы үйрене бастайды. Айтады ғой, 1% талант, 99% еңбек. Мен сіздерге мына жерде өте қарапайым тапсырма берейін. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Ол тапсырма өте қарапайым, классикалық, простой. Қайшыны қалай дұрыс айналдыру, қалай дұрыс ұстау керектігін видеоролик қойып, мені былай ұстау керектігін саласыз. Содан кейін мына тұрған менің парақшамды отметка қылып белгілейсіз. Ал енді кеттік. Қайшымызды ұстаймыз. Бағанағы дәл солай ұстағандай қылып, қолымызды сыртқы бөлігіне қаратамыз. Одан кейін оны ішкі жағына айналдырамыз. Ең қысқа, ең соңғы саусағымызды ашамыз. Қайшымызды айналдыру арқылы мына бағытқа түсіреміз. Содан соң қолымыздың 5 саусағымызды жауып, ары қарай тарақпен жұмыс істейміз ба, прядьпен бөлеміз ба шашты. Солай өзімізге ыңғайлы. Жұмыс істеген кезінде өзімізге де қолымызға сүйеніп тұрмау керек. Наоборот, адамға қарай емес, басқа жағына қарап тұру керек. Мен парақшамда отметка жасағаннан кейін, осы видеоны жасап болғаннан кейін тексеріп көреміз. Сол тексеру арқылы сіздің дайректіңізге өте пайдалы, шашты тез арада қалай өсіру керек жолдарын үйрететін видео бар. Сол видеоны жіберетін боламыз парақшаңызға. Бұл тапсырманы сіз күнделікті 2 аптада контроль жасап арқылы күнделікті жасап отырған болсаңыз, қолыңыз автоматты түрде үйренетін болады. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Кездескенше.